Баршаларыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балалық шақтың дәмі, мектепте жеп өскен коржиктарды дайындайтын боламыз. Мендегі форма кішкене өзгешелеу болды, өйткені формам болмады. Гүлді форма сатып алып, дәл осы рецептпен пісірсеңіздер, кәдімгі сатылымдағы коржик болып шыға келеді. Алдымен осылай керек заттарымызды дайындап аламыз. Сосын таза ыдысымызға соданы, артынан айранды салып, араластырып көпіршітіп аламыз. Жақсылап араласып, көпіршіген соң сұйық майымызды, қантымызды салып араластырамыз. Қант ерігенше жақсылап араластырамыз. Қантты еріп, дайын болған кезде ғана ұнды қосып илейміз. Қыздар, қант әбден еру қажет. Сұйықтығымызға ұнымызды салып, қамырды жұмсақ етіп илейміз. Дәл рецептте берілген ұнды ғана саламыз. Осындай жабысқақ, жұмсақ қамыр дайын болады. Қатты қамыр илеп қоймаймыз, қыздар. Рецепт бойынша дайын болған қамырымызды ұнның бетіне дәл видеодағыдай төсеп жаямыз. Астына ұнды аямай сала берсеңіздер болады. Піскен соң ұнды қағып жіберсеңіздер түсіп қалады. Өзіңіз қалаған пішінде әдемі етіп бөліп аламыз. Менде коржиктің формасы болмағандықтан осылай домалақ етіп коржик дайындадым. Коржиктарымызды пергамент қағаздың үстіне қойып, бетіне кішкене айран жағып жібереміз. Қыздар, жұмыртқа емес, жұмыртқаның ағы сарысы да емес, айранды жағып жібереміз. Дәл видеодағыдай қызып тұрған 200 градус пеште 10-15 минутта пісіріп аламыз. Қайталап айтамын, печкаларыңызға байланысты пісуі. Менде осындай коржиктер пісіп шықты. Өте дәмді, дәл мектеп кезіндегі жеген коржиктардың дәмі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Гүлді пішінде жасап, сатылымға шығарсаңыздар да болады. Баршаңызға рахмет, қыздар. Маған тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Алда неше түрлі керемет рецепттер түсіретін боламын. Ал сіздерге ас болсын.